Мен Қарағанды облысы білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің балалар музыка мектебінің қосымша білім беру оқытушысы Жұманбаева Гүлім Серікқызы. Менің бүгінгі ұсынатын жұмысымның тақырыбы заманауи технологияларды пайдалана отырып оқушылардың шығармашылығын дамыту. Мен өзімнің жұмысымда заманауи технологияларды пайдаланамын. Атап айтатын болсақ, акапелла қосымшасын жиі пайдаланып тұрамын. Жалпы акапелла қосымшасын Play Market'тен жүктеп алуға болады. Play Market'тен жүктеп алғаннан кейін сілтемеге өте отырып, қолдану өте оңай. Қазір сіздердің назарларыңызға өз жұмысымда пайдаланған оқушыларымның шығармашылығынан үзінділер ұсынамын. Көріп отырғандарыңыздай, бұл қосымша балалардың шығармашылығын дамытуға көп септігін тигізеді деп есептеймін. Мынау технологиялар дамыған заманда әрбір қосымшаны пайдалана білу керек деп есептеймін. Балалар өз шығармашылығын осылай дамытады. Қазіргі заманда әрбір оқушының өз Instagram парақшасы бар, YouTube'да өз каналдары бар. Осы акапелла қосымшасы арқылы жазған видеоларын Instagramға, YouTube'қа салып, сол жерде лайк жинап, комментарийді көбірек жинайтын болса, балаларының әрі қарай шығармашылығы әрі қарай арта береді деп ойлаймын. Сондықтан әріптестер, сіздерді де осы заманауи технологияларды пайдаланып, оқушылардың шығармашылығын дамытуға шақырамын. Назарларыңызға рахмет.